жылдықтар мүйесінде азаттық алған Қазақстанның алдында мемлекеттік басқарудың тетіктерін қалыптастыру міндеті тұрды. Тиісінше, бұл жүйе күрделі тарихи кезеңдерден өтті. 1995 жылы тамызда ата заң Конституция қабылданды. Ал желтоқсанда мемлекеттік қызмет туралы заң күші бар президент жарлығы шықты. Жарлық мемлекеттік қызмет жүйесінің негіздерін айқындап берген алғашқы құжат еді. 1997 жылы Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы жарияланды. Асқақ армандарға бағытталған тарихи қадам атқарушы билікке жаңа бағыт, тың серпіліс әкелді. Кәсіби үкімет құру көзделді. 1998 жылдың 18 қыркүйегінде еліміздің мемлекеттік қызмет істері агенттігі құрылды. Тікелей президентке бағынатын агенттік мемлекеттік қызмет жүйесін жетілдіру, кадрларды іріктеу, біліктілігін арттыру, заңдарды қатаң сұрыптау секілді маңызды міндеттерді жүзеге асыра бастады. Мемлекеттік қызметке ең баптаулы, өз отанының патриоты болып табылатын адал азаматтар алынатын болары. Бұл міндет мемлекеттік қызмет істері агенттігіне жүктеледі. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауына. 1999 жылы 19 шілдеде жаңа мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Қабылданған мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңы мемлекеттік қызметтің кәсіби және тиімді жүйесін және бірыңғай кадр саясатын қалыптастыруға бағытталған өзекті қажеттіліктерге сай келетін жаңа тәсілді айқындап берді. Заңға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің корпусы саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметке бөлінді. Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасу үшін конкурс өткізудің қағидасы бекітіліп, алғаш рет мемлекеттік органдар конкурсты өздері өткізетін болды. Саяси мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімі және мемлекеттік саяси қызметшілерге тәртіптік жазалар қолдану туралы ережесі қабылданды. Әкімшілік мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімі және мемлекеттік әкімшілік лауазымдар санаттарының тізбесі бекітілді. Сол жылдары сарапшылар кеңесі құрылды. Озық шетелдік қызмет үлгілері зерделенді. Ол нақты нәтижелер әкелді. 2004 жылы қызметшілер жалақысы 50%-ға көтерілді. Мемлекет басшысы электрондық үкімет қызметін қолға алуды тапсырды. Қағазбастылық, сыбайлас жемқорлық сынды кедергілерді азайтуға бағытталған бұл бастама нақты жүзеге аса бастады. Бүгінде егов сайты арқылы уақытты үнемдеп, көптеген жұмысты кеңседе үйде отырып тындыруға болады. Бірегей жүйе барлық мемлекеттік органдарды қамтып отыр. Осылайша халыққа қызмет көрсету жаңа сапалы деңгейге көтеріліп келеді. Мемлекеттік қызмет жүйесінде сыбайлас жемқорлықты азайтуға баса назар аударылып келеді. Осы мақсатта 2005 жылы мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексі қабылданды. Осы жылы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің тәртіптік кеңестері құрылды. 2003-2010 жылдар аралығында Қазақстан халықаралық тәжірибе негізінде мемлекеттік қызметтің позитивті үлгісін таңдады. Оған сәйкес кез келген үміткер конкурс арқылы түрлі лауазымға ие болды. Алайда уақыт бұл салаға реформа жасауды талап етті. Мемлекет басшысы жыл сайынғы жолдауында демократиялық құндылықтарды қалыптастыратын жаңа бетбұрыстарға шақырып, қатаң талап қойып отырды. 2012-2013 жыл меритократия қағидатына негізделген жаңа қазақстандық мемлекеттік қызмет үлгісі мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңының 2012 жылға толықтырулар мен өзгертулері күшіне енген күнінен, яғни 2013 жылға 26 наурызынан бастап шын мәнінде жұмыс жасай бастады. Аталған заңда төмендегідей мәселелерге басымдық берілді. Еліміздегі мемлекеттік қызметшілер корпусының жаңа құрылымы заң шеңберінде бекітілді. Бүгінгі күні мемлекеттік қызметшілер 3 деңгейде саяси, ал әкімшілік мемлекеттік қызметшілер басқарушылық А корпусы және атқарушылық Б корпусы болып бөлінді. Еліміздегі тағайындалатын саяси мемлекеттік қызметшілер саны 8 есеге қысқартылды.
Басқарудың А корпусын жасақтаудағы демократиялық және объективтілік шара жайында қоғам 2013 жылдың шілде айында әңгімелей бастады. Себебі еліміздегі аудан әкімдері ашық түрде кадрлық резервтің А корпусына өткен тұлғалардан тағайындалды. Елімізде А корпусы әкімшілік мемлекеттік қызметшіні ротациялау сияқты мемлекеттік қызметке жаңа институт енгізілді. Сонымен қатар қызметшілердің және мемлекеттік органдардың жұмысында сабақтастықты қамтамасыз ету, қызметшілердің кәсіби дайындығына көмек көрсету мақсатын көздейтін тәлімгерлік институты, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер мен мемлекеттік қызметтің кадр резервіне алынған тұлғалардың кәсіби дамуының жаңа сапалы деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін және ынталандырудың қосымша тетігі болып табылатын кәсіби тағылымдамадан өту институты енгізілді. Жыл сайынғы әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жұмысын бағалаудың нәтижесінде оларға сыйақы тағайындау, лауазымдық қызмет ақыға үстеме қосу, ынталандыру, тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын қысқарту, мансапты жоспарлау мен қызмет ауыстыруға негіз болады. Бағалаудың қорытындысы бойынша үздіктерді ынталандырудың қаржылай емес те түрі қарастырылды. Айталық, Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен 2013 жылдың 19 ақпанында үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісі бекітілді. Аталған төсбелгімен мемлекеттік қызметтің дамуына үлес қосқан және мінсіз қызмет үшін марапатталатын болса, 23 маусым жыл сайын кәсіби мереке мемлекеттік қызметшілер күні ретінде атап өтілетін болды. Тағы да атап өтерлік жағдай, озық мемлекеттік қызметтің қазақстандық үлгісін ескере отырып, 2013 жылдың наурызында Астана қаласында алғаш рет посткеңестік кеңістікке мемлекеттік қызмет аясында тәжірибе мен білімді тұрақты түрде алмасып отыру үшін аймақтық хаб құрылды. Әзірленіп қабылданған актілер 2013 жылға 15 сәуірде мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң қабылданып, онда алғаш рет көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын бақылау және бағалау жайында уәкілетті орган қарастырылды және оның функциясы белгіленді. 2014 жыл тамыз айында үкіметті ықшамдау мақсатында қайта құрылымдау болды. 17 министрлік пен 9 агенттік орнына елде 12 министрлік және шамамен 30 комитет құрылды. Қаржы полициясы жабылып, Қазақстан Республикасы президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы нөмірі 883 жарлығымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылды. Агенттікке мемлекеттік қызмет саласында басшылықты жүзеге асырумен қатар жемқорлықпен күрес мәселелерін жаңаша сапалық форматта жүргізу міндеті жүктелді. Бүгінде құқықтық салада сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді күреске бағытталған бірқатар реформалар жүргізілді. Бірақ олар жеткіліксіз. Үстіміздегі жылдың соңына дейін Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын қабылдау қажет. Мемлекет қызмет өкілеттігін жеке мақсаттарға пайдалану тиімсіз әрі мүмкін емес болатындай жағдайлар жасауы керек. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың парламенттің 5-ші шақырылымының 4-ші сессиясының ашылуында сөйлеген сөзінен әзірленіп қабылданған актілер 2014 жылғы 26 желтоқсанда Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы Қазақстан Республикасы президентінің нөмірі 986 жарлығы қабылданды. Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімді, әлемдік стандарттарға сай институттары мен тетіктерін құру бағытымен мақсатты және кезең-кезеңмен жүріп келеді. Сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерінің салдарынан материалдық және материалдық емес игіліктері заңсыз алынады. Оның нәтижесінде қоғам мүдделеріне нұқсан келтіріледі және мемлекеттік биліктің беделі төмендейді. Сондықтан мемлекет қызметтік өкілеттіктерді пайдакүнемдік мақсаттарда пайдалану пайдасыз және мүмкін емес болатын шараларды одан әрі қабылдап жағдайлар жасайды. Стратегия мемлекеттен алдағы жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі бағыттарын көрсетеді және сыбайлас жемқорлықтың алғы шарттарын, оның тудыратын себептер мен жағдайларды жоюға, оның деңгейін қысқартуға ықпал ететін кешенді шараларды қамтиды. 2015 жыл елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев 11 наурызда өткен партияның 16 съезінде мемлекеттілігіміздің ауқымды сын қатерлеріне қалыптан тыс және күшті жауап беру үшін өз табыстарымызды арқау етіп мемлекеттілігімізді дамыту үшін 5 институттық реформаны жүргізуді алға тартты. 5 реформаның біріншісі экономикалық бағдарламаларды сапалы жүзеге асыруды және мемлекеттік қызметтерді ұсынуды қамтамасыз ететін қазіргі заманға кәсіби және автономиялы мемлекеттік аппаратты қалыптастыру болып белгіленді.
Ал бастапқы реформамен сабақтасқан төртеуі заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру және экономикалық өсім, біртектілік пен бірлік, есеп беретін мемлекетті қалыптастыру реформаларының жүзеге асырылуы тікелей мемлекеттік аппараттың кәсібиленуімен байланысты. Без институттық реформаны жүзеге асыру үшін мемлекеттік құрылыстың одан арғы 100 нақты қадам атты ұлт жоспары ұсынылды. 100 қадам бұл біздің жаһандық және ішкі сын қатерлерге, сонымен бір мезгілде жаңа тарихи жағдайларда 30 дамыған мемлекеттің қатарына ену жөніндегі жоспарымыз. 100 қадамның алғашқы 15 қадамы мемлекеттік аппаратты кәсібилендірудің нақты тетіктерін дамытуға бағытталып отыр. 21 ғасыр жоғары технологиялар ғасыры. Әлем үлгісі өзгеріп, зымырап ақпараттық қоғамға айналуда. Өмір, климат, адамдар өзгеруде. Әрине, мемлекеттің рөлі, оны басқару тетіктері түрленгені де заңда. Әр елде қоғамдық өмірдің өзегі мемлекеттік сектор болып келді, және солай болады да. Бірақ басты кейіпкер мемлекеттік қызметші, халықтың көзқарасында көбіне жағымсыз қасиеттермен, сөз бұйдаға салушылықпен, сыбайлас жемқорлықпен, кәсіби біліксіздікпен байланыстырылатын болса, басқару жүйесіндегі кез келген реформалар, түрлерулер мен жетілдірулер тиімді болмайды. Елбасы елді тиімді басқару үшін мемлекеттік қызметші ие болуға тиісті негізгі қасиеттерді атап көрсетті. Бұл жоғары моральдық жауапкершілігі, кәсіби білімі, оны тәжірибеде қолдана білуі, адалдығы, ыждахаттылығы, белсенді өмірлік ұстанымы. Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет. Елдік пен теңдік туын желбіреткен Қазақстан біздің сүйікті отанымыз. Осынау байтақ елде арғы адал, заңға берік, ұлтқа жанашыр болу әрбір мемлекетшіл азаматтың басты мақсаты. Мемлекеттік қызмет құрметті, әрі жауапкершілігі аса зор. Оларға халық сенімі де ерекше. Демек, халыққа қызмет ету абыройлы міндет болып қала бермек. Елімізде 40 мыңға жуық ата-анасының қарауынсыз қалған бала күн кешуде. Оның 10 мыңға жуығын 188 мемлекеттік ұйым қамқорлық қалып өсіріп отыр. Күйзелетіннің сол, мейірімге мұқтаж көнекөздердің 80%-ның ата-анасы тірі. Қымбатты телекөрермендер, бүгінгі кейіпкеріміз Алтынай Тапелова туралы біз не білеміз? Білім бөліміне қарасты Тапелова Алтынай Бекботағызы бізде жұмыс жасаған. Қазір лауазымдық қызметі бойынша Талас ауданы ішкі саясат бөліміне сектор меңгерушісі болып осы жақын арада ауысты. Бұл уақытқа дейін Алтынай Бекботағызының біздің бөлімде жұмыс атқарған кезінде балаларды патронаттық тәрбиеге алып тәрбиеледі. Яғни комиссия отырысында қаралды. Алтынай Бекботағызының балаларды толыққанды тәрбиелеу бағытында өте жақсы мейірімділікпен, инабаттылықпен анасы ретінде тәрбиелеуге біз өзіміздің көзіміз жетті. Сондықтан да комиссияның қарау кезінде біз бірденнен келісім бердік. Себебі бұл 5 бала бұған дейін балалар үйінде тәрбиеленген. Қазір отбасы үлгісінде тәрбиеленуде. Алтынай Бекботағызының мемлекеттік қызметпен қатар осындай ауыр жүкті алып жүруіне өзінің қазіргі заманның батыр қыздары деп атасақ болады. Себебі 5 баланы бірдей оның аналық мейірім беріп, үнемі соларға қандай болған жағдайда да жұмыстан өзі шаршап барса да балаларға көңіл бөлу, оларды мынау демалыс күндерінде таза ауаға, саябаққа қыдырту, болмаса олардың өзінің жұмысынан бос уақытында үнемі сабақтарын қадағалау, барлығы Алтынайдың еш уақытта да күн тәртібінен түскен емес. Сондықтан да мемлекеттік қызметші ретінде, үйдегі ана ретінде сол бөлімді басқарып отырған уақытта
Алтынайға біз өзіміздің сөз жәрдемімізді, жұмыс бағытының қиын болса да сол балаларды тәрбиелеуге қосқан өзінің үлесі ретінде өте сыйлап құрметтеймін. Енді жетістік, ол баланың алды қазір мынау 9-шы сыныпқа келді. Баланың арты Алтынай асырап алған уақытта небәрі 1 жастан жаңадан ғана асқан болатын. Күз түсіп, күн ызғары арта бастаған шақ. Мектепке жол республикалық акциясы арқылы қажетті киіммен қамтамасыз еттік. Үйренген үйден кеткенде қатты қиналды. Жасалған қорғаншылықтан бас тартамын, балалар үйіне өткіземін деп әжесі маған әкеліп тастады. Өзім тұрған үйге әкеліп, қолдан келген қамқорлығымды көрсеттім. Содан бір-біріне елескен 5-еуін Тараз қаласындағы Қабылбек Сармолдаев балалар үйіне өткіздім. Әсіресе қоштасқанда жүрегім ауырды. Расында, көз қиып қарап тұратын жағдай емес қой. Ондағы балалар тәрбие мен білімді алар. Ал жылуды кім береді? Мейірім тек анадан тарайды. Үйге келген соң көпке дейін көрініс көз алдымнан кетпей қойды. Әсіресе баланың кенжесі Іңкәр аз уақытта маған бауыр басып қалыпты. Күнде жатар алдында тәрбиешілері арқылы телефонмен сөйлесіп, алдандырып жатқызамын. Артынан өзім уайымға батамын. Бұлай жалғаса беруін қаламадым. Алдағы жоспар мен болашаққа қойған мақсат баладан артық емес. Ата-анамен ақылдасып, асырап алмақ болып шештім деді. Өзі әлі тұрмыс құрып, ата-ана қоймаған Алтынай Бекболатқызы. Бұл Алтынайдың әрекеті қазағы қайсар қанмен біткен батыл адам. Оның аяныштан емес, аналық мейірімнен туған көз жұмбайлықпен емес, көңілін сүзгісінен өткен саналы тоқтамы сөзсіз көпке үлгі. 3 жылдың алды үйдің үлкені Алтынайдың ата-анасы да еңбегі балалар тәрбиесіне арнаған жандар. Әкесі Бекбота үміт балалар үйіне сабақ берсе, анасы Мирас балабақшада қызметте. Сондықтан баланы Тәңірдің несібесі деп түсінетін шуақты шаңырақта 5 балаға бірдей орын табылды. Алтынай білім бөлімінде бас мамандықтан бөлек тастанды қамқорсыз қалған балалар ісімен шұғылданатын қорғаншылық және қамқоршылық комиссиясының хатшысы. Өмір қиындығын ерте тартқаннан ба, балалар өте есті. Айтқанды екетпейді. Қазір қатарлас 2 інім бар. Солармен бірге туғандай болып кетті. Үлкені Ділназ 8-ші сыныпта, Досжан 3-ші сыныпта, Ернат 2-ші сыныпта, Шухан Уәлиханов атындағы орта мектепте оқиды. Ал Нұрдәулет пен Іңкәр балабақшаға барады. Жан-жақтан жақындарым көмектесіп жатыр. Бәрі бірдей бауырмал, қылықтары тәтті, қиындықта бейімделген. Ауыр сәттер артта қалды. Біз бір-бірімізге туыспыз жеп жұбатамын. Ата-ананың қадірін енді түсініп келе жатқандаймын. Бұрын басқа шет, қазір жұмыс уақыты аяқталысымен үйге асығам. Ана болу үлкен бақыт екен дейді жүрегі жылуға толы мейірім иесі. Мен анамды қатты жақсы көремін, және де анамды жақсы көргенім сонша әрқашан әр шумағымда анама ғана арнағым келеді. Және де сол шумағымның үзіндісін айтып берейін. Анашым, күлімдеген айдай сұлу бейнеңіз. Бұл әлемде ең ерекше пендесіз. Мың шүкірлік жаратқанға айтарым, сіздей ана сыйлайды ғой теңдесіз. Бақыттымын, бақытты болсаң егер, бізге сіздің күлкіңіз мәңгі жетер. Жаныңызда болыңызшы мәңгі біздің, жылуынсыз енді біздің жүрек нетер. Болыңыз тек бақытты бұл өмірде, болмасыншы қайғымың көңілде. Бізге мейірім күлімдеген әр сәтіңіз, шын бақытты лайықсыз сіз өмірде. Деп өлең жұмақтарын арнадым. Және де бұл тек бір ғана өлең жұмақтар емес. Осы үйге келгелі бері анама деген жылулығым, анамның маған деген көптеген ақылдары мені осы күнге шейін жеткізді. Небәрі 2-3 жыл болса да, бірақ осы өмірде жаңадан өмірге келгендей боламыз. Білген адамға бала бақыт. Арамыздан Алтынайдай өжет жандардың табылуы ұлттық болмысымыздан болар. Еңбегі ерлікке лайық, жарым жандардың жанашыры, тілеусіздің тілекшісі де осындай кісілер. Бастысы, жазықсыз 5 баланың мейірім шуағына бөлегені қандай жақсы. Мемлекеттік қызмет органдарының 20 жылдығына орай облысымызда
жас мемлекеттік қызметшілер арасында байқау өткен болатын. Бұл конкурсқа сарапшы ретінде республикалық үздік мемлекеттік қызметші конкурсына қатысқан үміткер Мадина Оспанова төрелік етіп, байқау туралы өз ойымен бөлісті. Республикалық конкурста өте көптеген адамдар болды. Жалпы бұл конкурсқа Қазақстан Республикасы бойынша 500 адамдай өз құжаттарын тапсырған болатын. Сол республикалық деңгейге 50 адам болып бардық. Сол республика деңгейінде біз өзіміздің жобамызды ұсындық. Мемлекеттік қызметті қалай дамытуға, қандай жетілдіру бойынша ұсынысымызды ұсындық. Сол ұсынысымызды біз әңгімелесу кезінде қорғадық. Сол жобамыздың президенттің әкімшілігінен бізде адам төрағалық етті. Сол 50 адамның ішінде өкінішке қарай өтемей қалдым, бірақ өзім осы Тараз қаласы бойынша өткеніме, Жамбыл облысының атынан өткеніме өте қуаныштымын.